жеріміз қазақ колхозы екен. Колхоздарды 50-ші жыл, 51-ші жыл қосқасын, азырақ азаматтар жұмыстан босап қалып, көңіне келетін жері болған шығар 58-ші жылы. Ел соны байлап, Қазақстан елім туған жерім деп бірталай ел арғарай көшіп. Сонда сүгір тақиятасында отырып, оңай-оңын ауырып, басын көтеріп тәуір болғасын. Бір амандық құсаған бір жігіт үйінен барып шай ішіп, түскен Мырзашөлі қыдырып баратырмын десеп, жазулы өлеңі бар екен, мына Бүркітбайға бер, азаматтарға естірсін деп, сонда Мырзашөлі 59-ші жылы сүгір ұстазымыздың жіберген бір кішкентай қысқа сәлем екен. Ей дұғай сәлем жазылған Қаразымдағы орнаған қарттардың тілінен, қапаланып қайғырады айрылдық деп ау бала ініден. Нәсибе қайып деген бар, бізден бұрын 6 жұрт. Қатты сыбан қалмақтың қатты сөзі тигеннен, аса көшкен елінен, мекен еткен жерінен, талай қандарда шарпылған, қарға бойлы қаз туған, төгілген алтын теңінен, айырылған талай себінен. Бастарың аман сау болсын, біразырақ сөйлейін, қоныстың бағдары жөнінен. Ей балдар-ау, бәріңді де сұрап естіп жатырмын, сол жаққа барып келгеннен. Көшіп жатырған халық көп, көңілдері желденген. Ақырын Алла білмесе, бұрынғы ата бабаның қоныс емес еді-ау жерленген. Саураннан айналып, 150 үй адай келгеннен, 30 мерген 10 батыр қорлыққа көнбей сенделген. Басына бақыт қонған күн Маңғыстау арқа құбадөң, ығыстырып талайды адайдың өзі дау меңгерген. Ай әруағын айтқанда, болған жоқ жер кем келген. Басынан бақыт ауған күн шалдарда байда тапқан жоқ үштілік малға ергеннен. Қаразымның ойында, Әмударияның бойында, әй мекен еттік ау біраз жыл. Партияның алтын заң нашарға жерден бергеннен, тігулі ақ үй әсем жай, ақсам аурын қызыл чай. Мейуалары күлденіп, колхоздасып ел болдық ау, абырайлы болып келгеннен. Ауызды бірлеп істеңдер, бет алдыңа құршулап, күлкі болып жүрмеңдер, анау Қоңыратау деген елдерген ау. Есболай Әбдір Кітабай, ер баласы Бердібай, Инабат Базар, Бөрібай, Әбибілла Мәдірей. Арналдау сәлем сендерген. Ай, елі азаматтар едау бәрі де